Ертіс Баян өлкөсі ел тарихында елеулі орын алатын азаматтарға бай аймақ. 90-шы жылдардың ортасында Қазақстан Республикасының инвестициялар жөніндегі бірінші министрі болған Сержан Қанапиянов мемлекеттік қайраткер ретінде көптеген адамдардың есінде қалды. Арна тілшісі Сержан Мұсаханұлын жеке біліп, дос болған облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасымен жүздесіп қайтты. Сержан Қанапияновтың балалық және жігіттік шағы Павлодар қаласында өткен. Нөмірі 15-ші орта мектепті тәмамдап, Павлодар индустриалдық институтына оқуға түсіп, оны 1971 жылы сәтті аяқтаған. Еңбек жолын Алматы ауыр машина жасау зауытында бастап, онда өзін өндірісте дарынды инженер-конструктор және шебер ұйымдастырушы ретінде көрсете білген. Ал 30 жасында жоғары мемлекеттік лауазымға ұсынылған. Біздің мемлекетте көп шетелдермен қарым-қатынас болды. Біздің мемлекетте мынау дағдарыс болған кезде ол кісі мына дипломатиялық корпуспен біздің елімізге инвестиция келіп, біздің еліміздің өркендеуіне, өсуіне көптеген үлес қосты. Ол кісі енді өмірінің ең жақсы сүрген уақытын осы ел деп, мемлекет деп, елдің мемлекеттің дамуына еңбек еткен адам. Бастапқыда КСР министрлер кеңесі жанындағы КСРО жоғары сауда министрлігінің уәкілі болған. Кейін еліміз тәуелсіздікке қол жеткізген алғашқы күндерінен бастап Қазақстан үкіметінде басшылық лауазымдарда жұмыс істеген. Көзі тірісінде үлкен абыройға ие болып, қатарлас дос болған азаматтардың мәңгі есінде. Мына қазақта айтады, зады дұрыс адам, зады жақсы адам дейді. Кімдің? Сержанның зады жақсы адам. Ол кісінің мына ата-бабалары жақсы жерден шыққан. Өзі де сол ата-бабалардың жолын қуып, сондай ақылды бір данышпан елімізге үлгі тұтатын азамат болған. Сондықтан біз енді ол кісіні ұмытпаймыз, көзіміз көрдік, білдік ол кісіні. Сондықтан ол кісі біз жас кезімізде бірге болдық, сондықтан ол кісіден де біз ұмытпаймыз. Тәуелсіз Қазақстанның сыртқы байланыстар саласында ел дамуында қыруар жұмыс атқарған Сержан Қанапиянов 2003 жылдың мамырында қайтыс болды. Артында өшпес із қалдырды. Мөлдір Бультекова, Алексей Михедов, Ертіс ақпарат.